келесі бізде Hyundai Grandeur HC. Бұл 2014 жылы 3 куб бензинде 108 мың ғана километр жүрген. Осындай қара түсті, толық комплектация, панорама, 360 барлығы бар. Алдыңғы артыңғы камералар, алдыңғы артыңғы парктроник. R18 дискі, резиналардың қалдығы 80% бар екен. Жалпы техникалық жағдай керемет. Сыртында замечаниялар жоқ. Мына бір есікте ғана кішкене бір нәрсе тиген жер бар екен, осы минималды. Ұзақтан қатты көрінбейді. Жалпы көліктің техникалық жағдай өте керемет. Артыңғы екі выхлоп, артыңғы парктрониктармен көліктің асты жақтары. Багажнигіміз, үлкен ауқымды багажник. Екі шетінің барлығы тап-таза. Запаскасы, герметиктары, домкрат барлығы өз орнында. Артқы болттарымыз бұралмаған. Салонды көрсетпедік. Екінші қатардан бастап осындай қара кожаный салонда, ортада шынтақ тірек, стакан қойдым және мультимедианы арқадан басқару панорамасымен, заводской поликтармен салоны таза. Бесключевой доступ және мұнда 360 камера бар. 2014 бирка бойынша полный электропакет, память сиденьемен, 2 адамға арналған плавающее сиденье. Барлығы өте жақсы жасап тұр. Салоны барлығы таза. Бисмилля. Память руля, плавающий руль кнопканың көмегімен жылжытуға болады. Круиз контроль, обогрев руля, мульти-руль, 108 мың километр, заводской пробег. Алдыңғы панельдеріміз барлығы тап-таза. Коробкамыз ойдағыдай жақсы жасап тұр. Ешқандай ақау жоқ. Артың көрінісіміз 360 камерасымен. Орындықты ысту салқындату батырмасы, видеорегистратор, панорамасы барлығы ойдағыдай жақсы жасап тұр. Салоны таза, жақсы қаралған. Капоттың астына келетін болсақ, бізде алдыңғы парктрониктарымыз бар, алдыңғы 360 камерасы. Капоттың асты заводской двигатель бойынша таза 3 куб. Алдыңғы болттарымыз бұралмаған. Моторы ойдағыдай жасап тұр, бірақ майын ауыстыруға жақындап қалған екен. Жалпы техникалық жағдай ойдағыдай көліктің. Алла қаласа бүгінгі аукционда ойнатылады. Кузовта аздап краскілері бар, бірақ комплектациясы техникалық жағдай өте керемет. Бағасы да жақсы шығып тұр. Толық комплектация. Хабарласыңыздар, қызықтырып жатқан болса.